Ассалаумағалейкум, бро. Егер де сен мына видеоны көріп отырсаң, значит сен ақша тапқың келеді деген сөз ғой, Значит сен бай болғың келеді деген сөз ғой, сеніме. Қалжыңдаймын ба? Баю деген керемет. Ақша табу деген весело, брат, на самом деле. Өте дұрыс істеп отырсың, молодец, красавчик. Құдай қаласа, сен де мен де бай боламыз. Ал енді өзінің рұқсатымен сенің көптен күткен лекцияңды бастайық. Не себепті сен бай алмай жатқаныңды қазір саған түсіндірем. Мен даже саған арнап арнайы очки киіп алғансың ғой, чтобы настоящий профессор болу үшін лекция жүргізетін. И тақтаға уже барлығын жазып қойдым. Қара. Ең бірінші кезекте бізде жалқаулық саған кедергі келтіреді. Одан кейін мақлұқтық. Мақлұқтық деген сөз вообще бар ма негізі? Не, глупость қой, короче, глупость, И үшіншісі тәкаппарлық. Енді барлығына толығымен тоқталып өтейік. Жалқаулық. Сен жалқаулық деген екен өзің-ақ прекрасно біліп тұрсың. Егер де сен нәрселерді, киім-кешектерді бағасына қарамай сатып алғың келсе, онда уақытқа қарамай жұмыс істеуге дайын бол деген екен. Сен білуің керексің, что любой бір бизнес ашатын болсаң, барлық жерде конкуренция болады. Конкуренция. Онсыз никак. Любой жерде конкуренция болады. И сен ойлайсың ба, что сен конкуренттерін, ана біреу сенің досың Мақсат сияқты, или ана одногруппнигің Ерлан сияқты, который енді универ бітіріп түк қақпайтын емес? Жоқ. Сенің конкуренттерің настоящий бизнеста 10 жыл, 5 жыл, 15 жыл жұмыс істеп жүрген настоящий акулалар. Понимаешь? Сен солармен конкурировать етейін деп тұрсың ғой. Сен түсінуің керексің, что мына біреу кітапты жазған адамдар сенің ойынша күнде үйінде ұйықтап жатады деп ойлайсың ба? Жоқ. Бұлар таңнан атса кешке дейін жұмыс істейді. Қатты жұмыс істейді, чтобы бай болу үшін. И сен конкуренттерің осындай. И сен ойлап тұрсың ба, что қазір құр ғана үйде жатып, біраз бизнесті қараймын, а потом фильм көріп, Netflix көріп, күнделікті жатам деп? Жоқ. Егер сен бұндай мысльмен бизнесқа кіретін болсаң, мына біреу акула бар, сені жеп қояды, сен балықсың бұл жаққа кіріп тұрған. Мен прекрасно білем, мен таныстарым бар, знакомыйларым, который сағат таңғы 5-те тұрады. Ол сағат 5-те тұрады да, и тез-тез тренировкасын жасап сайтта тамағын ішеді, уже 6:30 жұмысына отыра қалады компьютердің алдына, чтобы өзінің новый бизнес проекттарын жасау үшін. Осындай жынды жігіттерді білем мен. Енді сен қара, чтобы осындай жігіттерді ұту үшін, конкуренцияда ұту үшін, саған акула бола білу керек. Акула! Өз үстінде акула. Көбісі түсіне білмейді. Қалайша ол өз үстінде акула болу деген? Мен саған түсіндірейін. Акула да океан ішінде жүзеді, Бірақ басқа балықтарға қарағанда, акуланың қанаттары мен жабралары оны суда көтеріп тұра алмайды. Яғни акула егерде өзінің жүзуін тоқтатса, ол астыға қарата кетеді, ол батады. Батса бітті, астыда давление көпті, ол өліп кетеді. Сондықтан акула постоянно в движении болады, понимаешь? Движение – это жизнь. Осылай міне. Сол үшін сен де акула сияқты тоқтамауыңыз, сен постоянно в движении болыңызсың, постоянно новые идеялар болу керек, бум-бум-бум, не істеймін деген сияқты анан етіп, постоянно даму үстінде жүріңізсің, осы сияқты каналдарды көруің керексің, понимаешь? Вот, так что бұл бізде бірінші пункт болды, жалқаулық. Жалқаулықты таста, и барынша тезірек таста. Пункт номер 2. Ол бізде, көрініп тұр ма жоқ па? Мақлұқтық. Міне, мақлұқтық. Мен вообще ойламаймын, что адамдардың барлығы соншама мақлұқ деп. Бірақ дегенмен де бар кішкене процент населения, который әлін кейін өкіметке сенеді. Олар ойлайды, что міне өкімет скоро ол мені асырайды. Ол менің пенсиямды көтереді. Шын ба не? Өтірік. Сен вообще уже білуің керексің. Осы негізі 30 жасқа дейін, даже 20 жасқа дейін уже түсіну керек болатынсың, что ешбір өкімет
сенің жағдайыңды ойлап жатқан жоқ. Ешкім сенің байғанды қалап та жатқан жоқ. Потому что кейбіреулер ойлайды, вот біз бай алмай жатырмыз, Қазақстан байымай жатыр, потому что біздің президент жаман, вот басқа президент келсін, сол кезде барлығы в шоколаде болады деп ше. Жоқ, мен саған ащы шындықты айтайын ба? Қара, допустим, керемет бір президент келді деп ойлайықшы, керемет бір. И ол алды да барлық байлардың ақшасын тартып алды. Барлық байлардың ақшасын тартып алды да бүкіл біздің Қазақстанда бар 17 миллион халыққа теңдей қылып бөліп берді. Бүкіліне бірдей ақша берді. Енді шындық мынада, что 20-30 жылдан кейін барлық ақша анау тартып алынған адамдардың қалтасына қайтадан барады. Тура сол адамдардың қолына түседі опять. Неге? Өйткені ол адамдар, олар ақша табудың принципін біледі, оларда тәжірибе бар. Олар білет қалай ақша табу керек деген, сондықтан олар сен сияқты, жарайды, сен сияқты емес енді. Но басқа білмейтін мақұлықтардан ақшаны қайтадан тартып алады, при этом законын алады. Неге? Себебі тәжірибесі бар адаммен ақшасы көп адам кездескен кезде, тәжірибесі бар адам ақша алады, ал ақшасы көп адам тәжірибе алады. Осындай взаимообмен жүреді. Бұл барлығына түсінікті принцип қой. Сондықтан да именно сен жақсы ақша таба білу үшін сен қазірден бастап именно саған көп ақша алып келетіндей навыктарды үйрену керексің ғой. Навыктар, сол навыктарды үйренуге қазірден бастап кіріс. Пункт номер 3. Так. Тәкаппарлық. Вообще тәкаппар адам деген кім? Тәкаппар адам деген ол мен бәрін білемін дейтін адамдар. Бәрін білетін адам өледі деп мені математика мұғалімі айтатын когда-то. Сен оларға бір нәрсе үйретіп жатсан да, айтып жатсан да, кеңесіңді беріп жатсан да, олар айтады: "Ей, бұның барлығы белгілі нәрсе емес пе түгеліне? Ол маған жұмыс істемейді" дейді. Сен оларға: "Ей, мен саған мынаны үйретемін, менің курсыма жазыл" десең, ол айтады: "Қойшы, сенің курсыңды сатып алғың келмейді, ол ақша кетіресің ғой, ақша" деп отыра береді. Базары нет. Олар бүйтіп айтады: "Мен ақша кетіргім келмейді, мен одан да бар ғой, өзім-ақ үйреніп алам бұны, как-нибудь потом үйреніп алам". Үйреніп алады потом, но оған бір жылдай уақытын кетіріп алады. Когда ол мог жаңағы высокооплачиваемый навык бар ғой, екінші пунктта айтып өткен, сол навыкты уже бір айда үйреніп алуға болатын нәрсені ол бір жылдың ішінде үйренеді, ол уақытын кетіріп алады. Мен бұл тәкаппарлықты 3-ші пунктқа қосқан себебім, потому что мен бұрын өзімде сондай болатын. Мен өзім сондай болатын. Мен ешбір жағдайда, ешбір уақытта басқа біреудің курсын сатып алғым келмейтін. Потому что мен ойлайтын, бұл ақша тұрады ғой, ал мен ақша кетіргім келмейді деп ойлайтын. Мен одан да өзім-ақ как-нибудь үйреніп алам. Базары жоқ. Как-нибудь үйреніп аласың. Но вот қанша уақыт кетіріп аласың? Сен жаңағы бір айдың ішінде уже үйреніп алатын едің. Егер де тез алып, қазіргі заманда просто уақыт, ол ақшадан да қымбат ресурс болып саналады. Поэтому сен тез етіп жаңағы навыкты қысқа уақытта үйреніп алсаң, уже жаңағы курсына төлеген ақшаны бір жылдың ішінде 2 есе 3 есе қылып қайтарып алатын едің. Осылай міне шындық мынада. Егер де саған бұл видео ұнаса, бауырым, сен бұның мотивін дұрыс түсінсең, саған пайдалы болса, онда лайк қойып, каналға подписка жасап жер. Алдыда әлі саған өміріңді өзгертетін пайдалы кеңестер әлі көп болады. Так что өзіне деген сеніміңді жоғалтпа. Келесі видеоларда кездескенше. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.